Пәкістан және Үндістан елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіруден үмітті. Дәл осы мәселе елордада халықаралық жастар форумында талқыланып жатыр. Ұйымға мүше мемлекеттердің жастары бүгін Астанада бас қосты. Кеңес отырысына қатысушылар өткен жылғы жоспарды саралап, қазіргі жасыл экономика, туризм және спортты дамыту мәселелерін сөз етті. Алпауыт ұйымның географиялық аумағы кеңейсе, алға қойған мақсат міндеттерді бірлесе орындауға мүмкіндік те көбейеді дейді қатысушылар. Шара аясында жастар ықпалдастығын дамыту бойынша ұсыныстар әзірленеді деп жоспарланған. Бүгінгі бастау отырыстан кейін болайын деп жатқан семинарларда бұл нақты мәселелер талқыланатын болады. Нақты шешімдерге келіп, жастар өздерінің әлеуетін пайдаланып, осы біздің ортақ мақсаттарымызға жету үшін жақсы қомақты сүбелі үлес қосады деп сенеміз. От форума нашего ожидаем. Форумнан қызықты жобалар күтеміз. Ресейден бірнеше бастамалар алып келдік. Шанхай ынтымақтастық ұйымы жастар картасын қалай іске асыру қажеттігін айтамыз. Алдыңғы өткен отырыста Ресей аумағында жобаны жүзеге асыру тәсілдерін тауып, көпшілікке ұсынамыз деп келіскенбіз.